Энергияны толтыру жолы. Кей адамдар: әбден шаршадым, энергиям таусылды, кейбір істерді бастарда құлшынысым жоқ, жасағым келмейді, тез шаршап қаламын деген шағым айтып жатады. Энергия – ол ақыл күші. Ми сізге ақыл береді, не ақыл алады. Демек, миды ұдайы бақылап отыру керек. Миды тәртіпке үйретіңіз. Ең керекті сәт, ең керекті адам алдында тұрмын деп сезіне біліңіз. Осылайша, дәл қазіргі сәтпен өмір сүруге үйренесіз. Егер де сіз дәл қазіргі сәтпен өмір сүруді үйрене берген болсаңыз, энергияңызды сарқылтпайсыз. Балаңыздан үлкен үміт күтесіз бе? Үлкен дүние күтесіз бе? Ол үшін уайымдамаңыз. Энергияңызды уайымдай беруге жұмсамаңыз. Балаңыздың өз жолы бар. Иесіне тапсыра біліңіз. Оның жаны сізді таңдады, ата-ана ретінде. Себебі оның жаны сезді. Себебі сіз ғана балаңызға жақсы жолға сала алатыныңызды, сіз ғана балаңызға жақсы деңгейге шығаруға көмек бере алатыныңызды бала біледі. Және сізді таңдап келді. Сіздің жұмысыңыз тек жолын көрсету. Ол өзі әрі қарай өз жолын таңдайды. Сіздің тарапыңыздан тек баланың таңдауын қолдау ғана қажет. Шаршай беруді жеңе біліңіз. Өзіңізден сұрап көріңізші. Шектен тыс көп ойланасыз ба? Жаман ойларда энергияны жейтін біліңізші. Ең маңызды сезім жаман ойлар. Әлде бәрін өз бақылауыңызда ұстағыңыз келе ме? Ол да зиян. Әсіресе әйелдер үшін. Әйелдер, ерлер әртүрлі ойланады. Ойлау жүйелері әртүрлі. Ерлер әр заттың, әр нәрсенің бүге шүгесіне дейін ойлай бермейді. Ал керісінше әйелдер барлығының бүге шүгесіне дейін ойланады. Керегі жоқ пайдасыз дүниелерді ойлағанды тоқтатыңыз. Орнына көбірек салмақты, тұшымды, пайдалы ойларды іске асыру жолын қарастырыңыз. Бір сәт өзіңізге көңіл бөліңізші. Күніне 5 минут ештеңе жасамастан жай тыныш тауып, тыныш отыруды үйреніңіз. Дем алғаныңызға, дем шығарғаныңызға мән беріңіз. Жаныңызға мән беріңіз. Ол үшін ақша, керемет уақыт керек емес. Жай ғана ыңғайлы сәт қана тапсаңыз болғаны. Тек ойыңыздың жылдамдығын бәсеңдетіп үйренесіз. Сол уақытта энергияңыз көбейген үстіне көбейе береді. Оған аптасына бірнеше күн ғана жеткілікті. Энергия ол сіздің нені жейтініңізге де байланысты. Әрине, жаман ас болмайды. Тек сіздің ағзаңызға қолайлы ғана ас болады. Әр астың өз мезгілі бар, және әр аста белгілі бір энергия бар. Әр мезгілдің өз асы бар. Мысалы, ет тағамы энергияны жұтады. Етті қыс мезгілінде жеген жақсы. Көктемде ағарған, жазда көкөніс, күзде жаңа піскен барлық жеміс түрлері. Міне осылайша дұрыс тамақтану жолын білсеңіз, энергияңыз қалыпты болады. Энергияны көтеруге көмек беру үшін таңертең тұрғанда аш қарынға ысқылтым су ішкен абзал. Салқын су ішу сіздің ағзаңызға зиян. Салқын суды жылыту үшін ағзаңыздан энергия бөлінеді. Және ішкен суыңыз сіздің ішкі ағзаңыздың температурасымен тең болғаны дұрыс. Және энергияны көтеруге бірден бір көмек беретін дұрыс тыныс алу жаттығулары. Әр тамақтану арасы 4 сағаттан болсын. Әйтпесе, шылақ көбейеді.
алдыңғы асты қорытып үлгермеген ағза жаңа асты қорытуға көптеген энергия жұмсайды. Әуелі жеңіл тағамдардан бастаңыз. Тамақтан соң жеміс жеу зиян. Жемісті тамақтан соң 2 сағаттан кейін жеу керек. Ашығуға асықпаңыз. Диета үшін дәрігердің көмегіне жүгініңіз. Әйтпегенде сізге кері әсерін беруі мүмкін. Спортпен ақырын айналысыңыз. Бірден бастап кетуге болмайды. Күніне аз-аздан уақыт қосып отырсаңыз болғаны. Әйтпесе бүйрегіңізге кері әсерін беруі мүмкін. Энергияны жейтін тағы да бір сезім, ол ашу, ыза, реніш, үнемі стресте жүру. Энергияңыздың көп болғанын бақылап отыруға болады. Ол үшін мидың қызметі жақсы болуы керек. Күніңізге сәттілік, энергияңызды тиімді қолдануыңызға тілектеспін.